Фильм основан на реальных событиях. Сәлем достар, сіздермен керемет кино. Бүгін сіздерге түрмеде отырған жігіттердің ағаш кілт жасап, түрмеден қашқан оқиғасын айтып берем. Бұл фильм болған оқиғаға негізделген, сондықтан да соңына дейін көріңіздер. Оқиға 1979 жылы Тим Дженкин мен Стивен Ли апартеидтерге қарсы шығу акциясымен басталады. Әрине, бұл үшін жазасыз қалмай ең қатаң түрмеге ұзақ уақытқа сотталады. Бірақ олар түрмеде ұзақ жатуды қаламай, келе салысымен түрмеден қашу жоспарын құра бастайды. Бірақ жоспар жай ғана сөз ғой. Енді оны іс жүзінде жүзеге асыру бір бөлек мәселе. Сіздерді бұл түрмемен таныстырайын. Қоршауының биіктігінің өзі 6 метр. Сонымен қоса, әр сантиметр темір сымдармен қоршалған. Кеш ауғаннан бастап, шамдар әр бұрышты жарықтандырып тұрады. Және де барлығына сақ күзетшілер де күні бойы осы жерді күзетеді. Камералардың қабырғалары бетоннан жасалғандықтан, бұл жерден тек қана 10 және 50 сантиметрлік торларды алып тастап шығуға болады. Ал жер асты туннелі мен түрменің ішін ғана айналып жүресің. Тек бір ғана қабырға сыртқы есікке алып шығады. Біраз күннен кейін оларға Алекс Мумбарис есімді адам ғана қосылады. Кейін саясатқа қарсы шықтың деп жабылған адамдардың біразы қолдайды. Солайша Дженкиннің басына 100 түрлі ой келеді. Кейін ол құлыптың тереңдігін өлшеп, ағаштан кілт жасап шығаруға шешім қабылдайды. Я прокрутил 100 идей в голове. Ол сол жақтағы жұмыс жасайтын шеберханаға кіріп, Мумбариске ағаштан кілт жасап көреміз дегенде, Мумбарис, сендер естеріңнен адасқансыңдар, кілтті темірден ғана жасаушы еді, бұларың ақмақтық дейді. Бірақ Дженкин мұны жасай алатындығына кәміл сенді. Енді тек қана бұл кілттерді қысқа уақытқа алып көру қажеттігі туындайды. Бірақ Дженкин ең қарапайым жолын таңдайды. Яғни күн сайын мүмкіндік туғанда кілттерге қарап, қалай жасалғандығын есіне сақтап алады да кілтті жасап шығарады. Және бұл оған қатты қиындық тудырмайды. Енді оны шеберханадан алып шығу керек. Сол үшін ол кілтті термостың түбіне клеймен жабыстырып, үстіне шүберек салып алып шығады. Хватит на меня пялиться, Дженкин. Простите, сэр. Ол осы түні кілтті аяқтап жасап, бірінші есікті ашты. Енді екі есікті ашу үшін кілт жасау керек. Бұл қиынырақ, себебі 7 сантиметр тереңдіктегі құлыптың жанына да жақындай алмайсың. Сол кезде Мумбарис бұл ақмақтық, бірақ ойларың ұнайды дейді. Солайша Дженкин күзетшінің кілтіне қарауын тоқтатпай, екінші кілтті де жасап шығарады да, тазалық жұмыстары жүріп жатқан кезде кілтті тексеріп көрмекші, және бұл іске асады. Кілтті айналдырып еді, ол дәл келді, бірақ сынып қалды да, құлыпты орнына келтірейін деп еді, орнына кірмей, Дженкин сол күйінде қалдыра салады. Сол кезде күзетші өзім осы күйінде ұмытып кеткен шығармын деп, бұрынғы орнына келтіріп қояды. Ендігі мәселе сынған кілтті қайта жасап шығару және есіктің сыртынан ашу қалды. Сол кезде Борис, жіптер оралған катушка бар, соған кілтті іліп, құлыпқа салайық дейді. Бірақ бұл ой жарамайды, себебі кілтті құлыпқа салу жеткіліксіз, оны бұрап ашу керек. Сол кезде күзетші бірдеңеден күдіктеніп, жандарына келіп, не туралы әңгіме болып жатыр дегенде, олар жай әншейін сөйлесіп отырмыз дейді. О чем разговор? Ни о чем, сэр. Просто болтаем. Тазалық үшін әр камерада швабра бар. Яғни Дженкин швабраның көбемен есікті ашпақшы. Швабраның басына ағаш жалғап, кілтті қыстырып айналдырса, есік ашылады, және де ешкім күдіктенбейді дейді. Біраз күннен кейін Дженкин үшінші есікті де ашты. Сол кезде жанындағылар оның шаруасына күмәнданып, енді қанша есік ашу керек белгісіз, және де шығатын болсақ, киіміміз де жоқ, қайда барып не істейміз деп айта бастайды. Ал Дженкин болса, 3 есікті ашсақ, 20 есікті де аша аламыз дейді. Солайша ол қара нәсілді адамнан көмек сұрайды, яғни қоқысқа тасталатын киімдерден жарамдысын алып, манекен жасап, ұйықтап жатқан адам секілді етіп қояды. Сонымен қатар газеттерді алып, сол территория туралы ақпараттар іздей бастайды.
Сөйтіп олар әр түн сайын есіктерді ашуға машықтанады. Сондай бір түннің ішінде олар ұсталып қала жаздады. Әйтеуір қоймаға тығылып, сыңғырлаған есіктің дыбысын білдіртпей, әрең ішінен зорға ұстап тұрып аман қалды. Бір күні күзет капитаны кілттің сынған бөлшегін тауып алып, бұл не дейді? Что это? Сол кезде Дженкиннің бақытына орай капитанды шатастырып, бұл фото қойып қоятын зат деп құтылып кетеді. Сол оқиғадан кейін Дженкинде қатты қорқыныш пайда болып, үрейленіп ұйықтай да алмай қалды. Себебі түрмедегі кітап сөрелеріне, қабырғадағы тесіктерге, тіпті порошок салынған шелектерге де кілттерді жасырып қойған болатын. Осы уақытқа дейін олар 15 есікке 39 кілт жасап шығарды, және де 404 рет түрме ішінде соңғы есікке дейін барса да, олар ешқашан ұсталмаған еді. Дженкин бүгін қашпақшы, бірақ сол кезде күзетшінің іші ауырып, дәретханаға барғанда унитаз былғанып, оны тазалау керек болды. Ал тазалайтын құрал олар тығылатын қойманың ішіндейді. Олар есікті ұстап тұру үшін скрепка қыстырып қойған болатын, бірақ күзетші оны түсіріп алады. Әрине, бұл жағдайды Дженкин әлі білмейді. Солайша олар төмен түскен кезде ол есікті әзер саусақтарымен ұстап тұруға тура келеді. Сол кезде күзетші жақындағанда жанындағы бір тұтқын шамды сындырып, олар аман қалып әрі қарай жүре бастайды. Сөйтіп олар мүлдем келмеген соңғы есікке келгенде кілттердің ешқайсысы сәйкес келмейді, ал басқа есіктердің кілттері бірін-біріне келе беретін. Олар қатты қорқып тұр. Кері қайтамыз ба деп тұрғанда, Мумбарис бұл жерде не болса да шығамыз деп, есіктің құлпын сындырып, басты есіктен түк болмағандай шығып, таксистке ақша төлеп, белгісіз жаққа жол тартты. Соңында олар 15 жылдан кейін, яғни апартеидтердің дәуірі кеткен соң ақталғандығы айтылады. Бұл фильм ұнаса, каналға жазылып пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.